Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ең оңай бауырсақ рецептісін ұсынамын. Бізге керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өттім. Алдымен ыдысымызға ашытқы, қант, су, сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұн қосып, содан кейін тұз қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды 1 сағат жылы жерге көтерілуге қалдырамыз. Міне 1 сағаттан кейін қамырымыз жақсы көтерілді. Енді үстел үстіне ұн сеуіп, қамырымызды жайып аламыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен жарты сантиметрдей болу керек. Менде кесетін арнайы зат жоқ, сондықтан стаканның көмегімен осындай дөңгешеліктер кесіп аламын. Шыққан қамырымызды көтерілу үшін 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Осы уақытта табамызға сұйық май құйып, қыздыруға қоямыз. Қызып тұрған табаға бауырсақтарымызды салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Бауырсақтың майын сіңіру үшін ыдысымызға салфетка салып, бауырсақтарымызды саламыз. Міне бізде осындай дәмді, әрі тығыз емес мамықтай бауырсақтарымыз дайын. Ас болсын.